Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш. Жалпы көріп отқан адамның ыңғайына қарай. Есімім Бекхожаев Мағжан, осы AGT Global компаниясы ұйымдастырып жатқан конкурстың химия инженерия саласы бойынша қатысушысымын. Конкурстағы өзімнің проектім туралы қысқаша айта кететін болсам, күріш сабанынан целлюлоза алу. Күріш сабаны қазіргі уақытта ауыл шаруашылығының қалдығы болып табылады, ал біздің мақсат осы қалдықтарды тиімді пайдаланып, күнделікті қолданысқа енгізу. Мен негізінде Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің 2-ші курс студентімін. Жалпы бұл конкурс туралы сол университеттегі ұстаздарым ұсынған болатын. Осы конкурсқа қатысып көр, мүмкін бағың жанып жеңімпаз болып та қаларсың деген ниетпен, соның арқасында осылайша конкурстың қатысушысы атанып отырмын. Жалпы бұл конкурсқа қатысу барысында басыма өткен қызықты оқиға, бұл алғашқы турдан кейін болды. Бірінші турдан кейін мен айтқан болатынмын, қатыспаймын әрі қарай деп. Себебі бұл жерде бизнес идеялардың тоғысқан жері, ал мен өзімді бизнес идея үшін әлі ерте деп санадым. Бірақ ұйымдастырушылар жоқ, сен әрі қарай қатыс, мүмкін сенің қолыңнан келер, бағың жанып кетер деп мотивация берді. Сәйкесінше қазір Алла қаласа финалға бір ғана қадам қалды. Осындай керемет ұйымдастырушылар үшін көп рахмет. Осы конкурсқа дейін мен AGT Global компаниясы туралы ешқандай мағлұмат білмедім. Конкурсқа қатысқаннан кейін білдім, AGT Global компаниясы Қазақстандағы ірі компаниялардың бірі, тіпті керемет ұйымдастырушылары бар, керемет менторлар бар, өте керемет компания екенін білдім. Жалпы осы конкурсқа қатысқалы, тренингтерге қатысқалы түсінгенім, бұл ойдағы, қиялдағы дүниелерді реализацияға қалай айналдыруға болады, және де бизнес идеяларды қалай бастау керек, бұл жерде қай уақытында кіріс жақсы болады деген секілді бизнес идеялардың түп тамырын барлығын түсіне бастадым. Жалпы келесі жылғы қатысушыларға айтарым сәттілік, өздеріңіздің ойларыңыздағы идеяларды бизнеске айналдырудан ешқандай қысылмаңыздар. AGT Global компаниясы сіздерге көптеген мүмкіндік береді, және де Құдай қаласа көптеген қазақ тілді қатысушылар болады деген ойдамын. Сәттілік және де рахмет.